Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Сумма ама баъд. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала отырысымызды берекелді, қайырлы отырыстан болсын нәсіп етсін. Алыстан жақына келген баршамыздың қадамдарымызды сауаптан жазып, дәрежелерімізді өсірген болсын. Баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін иншалла. Құрметті бауырлар, Пайғамбар алейхиссаламның хадисі бойынша ад-дину насиха дейді. Дін деген ол насихат. Жалпы осы үмбеттің, біздің басқа үмбеттердің артықшылығымыз осы жерде. Алла Тағала Құран кәрімде «Күнтум хайра умматин ухриджат лин-нас» шығарылған адамзаттың ішінде жақсы, қайырлы үмбет болдыңдар сендер дейді. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Бір-біріңді жақсылыққа шақырасыңдар, бір-бірің жамандықтан қайтарасыңдар, иманға келдіңдер деп Алла субхана ва тағала осы Мұхаммадия үмбетін Құран кәрімде бүткіл үмбеттің алдына шығарып жіберді. Ерекше мақтады. Міне осы аятқа амал істей келе отырып, бауырлар, бір-бірімізге имандасайық, жүздесейік иншалла. Қажетіңдер Алла разы болсын, сіздерге Алла разы болсын. Осы бір-бірімізге көргенде қуаныштымыз, бауырлар, дұғада болайық. Пайғамбар алейхиссаламның хадисі бар: «Ал-муслимун қауи хайр ва хабба илаллахи минал муслимин даиф» деген хадистің төңірегінде болады. Пайғамбар алейхиссалам айтады: күшті мұсылман адам, күшті мұсылман, ол хайыр, бүткіл жақсылық соның бойында екен, және ол Аллаға сүйіктірек әлсіз мұсылманға қарағанда дейді. Бұл сахих хадис. Енді осы хадистен ғұламалар шығарады. Демек, Пайғамбар алейхиссалам мұсылмандарды демек екі дәрежеде болатындығын бізге жеткізді. Күшті мұсылман бар екен, әлсіз мұсылман бар екен. Біздер әлсіз емес, әлсіз болып жүрген болса, күшті болу жағына өтуіміз керек екен. Бауырлар, осы хадисті естігеннен кейін сахабалар радиаллаху анхумдар әрекет жасай бастады. Осы хадисті естігеннен кейін сахабалар өзара әлсізден күштіге өтейік деп әрекет жасады. Бірақ олардың ішінде ең алғашқы орында ол Абу Бакр Сиддиқ болды. Ешқай Сиддиққа жете алмады. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху исламға дейін де сол Абу Бакр Сиддиқ тасқа табынған емес, өтірік сөйлеген емес, зина жасамаған адам, және арақ шарап ішкен адам емес. Сол адалдығы, сол тазалығы исламға келген кезде ол одан бетер арғырап жалғасып кетті тазалығы. Исламға келгеннен кейін де осы хадиске амал жасап, Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху ол сахабалардың ішіндегі ең озаты сол болды. Абу Бакр Сиддиқ. Енді қай жағынан десе, ең бірінші яқин дейді, тәуекел, Аллаға деген, оның пайғамбарына деген тәуекел жағынан біздер әлсіз жағында емес, күшті жағында тұруымыз керек дейді. Яқин деген 100% сенімді болу. Мені осындай, болды, мен осы сенімдемін деген. Ол яқин деп соны айтады. Абу Бакр Сиддиқтың яқины басқа сахабалардың алдында ерекше болды. Оған жете алмады ешқайсысы. Тіпті Пайғамбар Абу Бакрды соны мақтағаны соншалық, Абу Бакрдың сол яқинін, Аллаға деген сенімін, пайғамбарға деген сенімін таразың бір жағына қойып тақып алған. Екінші жағына үмбетін қойсан, Сиддиқтікі басым болады деген. Абу Бакр Сиддиқтікі. Мынау Пайғамбар алейхиссаламның жанында әрдайым сол Сиддиқ табылды. Шынымен сол Пайғамбар алейхиссаламның үмбетінің ішіндегі мен күшті сахабалардан болайын деп Абу Бакр әрекет жасады. Күндердің күнінде Абу Жахил деген діннің дұшпаны, пайғамбардың дұшпаны, сол Пайғамбар алейхиссалам алдына келіп: «Я Мұхаммад, саған аспаннан еш нәрсе түскен жоқ па? Сол жайында бір сұрайын деп келген едім» деп келді. Дәл сол күн түнде Пайғамбар алейхиссалам Исра кешінде Миғражға көтерілген түн еді. Пайғамбар алейхиссалам Миғраж түні әлі ешкімге айтқан жоқ. Ең бірінші Абу Жахилге айтты: мен аспанға осындай болды, мен Меккеден Ақсаға бардым, Ақса мешітінде сөрде пайғамбарларға имамдыққа өттім деп Пайғамбар бірінші Абу Жахилге айтып берді. Мұны естіген Абу Жахил жерден алтын тапқандай қуанып, айқайлап шықты. Сөйтіп келесі күн таңертең Мекке адамдарын бәрін жинап Кағбаның жанына. Сөйтіп Пайғамбар алейхиссаламды балағаттай бастады. Естерінде ме, біз айтқан едік осыншама. Мына Мұхаммед деген ортамыздан шығып, біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан біздің дінімізді жоққа шығарып жатыр. Соны балағаттап жатыр.
біз сендерге қанша мәрте айттық емес па, тыңдамаңдар деп. Бірақ өзінен сұрасаңдар болады, бұл бір түнде Меккеден Ақса мешітіне бардым деп айтып жатыр. Сұрап көріңдер деді. Сендер білесіңдер, Мекке мен ненің Құддысы, Ақса мешітінің арасы неше шақырым? Палестинада ғой енді ол. Мекке мен Палестинаның арасында ол кезде түйемен жүреді, ол өте ұзақ жүретін жол еді. Бірнеше айлық жол. Пайғамбар алейхиссаламды шақырды сол жерге, үлкен дау басталды. Адамдар Пайғамбар алейхиссаламды сұраған кезде Расулаллах айтты, "Я, мен бардым" деді. Сол кезде тіпті Пайғамбар алейхиссалам жанында жүріп иманға келген сахабалардың өзі күмәнданып қалды дейді. Кейбіреулері, бәрі емес әрине, кейбіреулер, "Но не айтып тұр" деген сияқты. Өйткені олар ақылмен салып қарап отыр. Ақылға салып жіберді. Ақылға салып қарасаңыз, қазір осы бір түнде Астанаға барып келдім десе, бүгін қазір қабылдаймыз ғой, самолет бар, не бар. Бірақ осындай техника жоқ кезде сізді, бізді бәрін ойланып қаламыз. Қалай түнде барып келді бұл? Қалай барып келесіз Астанаға? Сол кезде сахабалардың өзі, кейбір осы әлсіз болған қауымда жүрген адамдардың өзі пайғамбарға деген нелер сәл селкеу түсті. Сенімдеріне. Біз бұған сеніп жүрсек, бұл қалай сонда? Ол мүшриктер одан беттер оны дамытып жатыр. Міне айттық сендерге, ақын дедік, жынды дедік, басқа дедік, дені сау адам өйстіп айтады ма? Қараңдаршы өздерін деп кәдімгідей ақылға салып, олар оны дамытып жіберді. Дәл сол сәтте Абу Бәкір Сыддық бұны естіген жоқ еді, үйінде Абу Жахил қуанғаннан адамдарды жіберіп Абу Бәкірге жіберді. Өйткені Абу Бәкірді елдің бәрі жақсы көреді. Өте бай адам болған. Абу Бәкірді егер өздеріне қайтарып алатын болса, олар үшін өте үлкен ол көмек еді. Егер Абу Бәкір соларға қосылып кетсе, мүшриктерге өте көмек. Абу Бәкірге барады да, жаңа адамдар соны айтады. "Сен Мұхаммедті мойындап жүрсің ғой" дейді. "Я мойындап жүрмін." "Сол досың" дейді. "Адам ақылына сыймайтын нәрсе айтып жатыр" дейді. "Не айтты" дейді. Ол адам айтып жатыр, "Кеше түнде, бір түнде Меккеден Ақсаға бардым. Сол жерде имамдық жасадым. Имам пайғамбарлар менің артымда үйіп, маған имамға шық деп айтты. Мен шықтым, намаз оқыдым соларға" деп осы жерін айтып жатқан кезде Абу Бәкір "Тоқтаңдар" деді. Ар жағын айтқан жоқ әлі. Егер сол Мұхаммед досым деді, пайғамбар алейхиссалам, сол Ақса мешіттен одан кейін дальше ары қарай аспанға кетіп барып келдім десе де мен иман келтіремін деді. Мүшриктер айтқан жоқ әлі ол жағын. Енді басын айтып келе жатқан кезде Абу Бәкір тоқтатып тастады. Егер одан кейін де ары қарай аспанға 7 қабаттың ар жағына барып келдім десе де мен оған сенемін деді. Иә? Міне пайғамбар алейхиссалам соны айтты. Ол сыдық деді. Иә? Яқин деп айтқаны бауырлар, демек біздер осы Ахлус-сунна вал жамааттың жолында келе жатқаннан кейін біз де яқин жолмен жүруіміз керек. Біздің арамызда қазір неге көптеген жамааттарға балдар қосылып кетіп жатыр? Өйткені олар пайғамбар алейхиссалам айтқан әлсіз топта тұрған балдар мыналар. Егер олар шынымен яқинда жүрген балдар болса, ол салафит болмайды ешқашан. Ол ешқашан хизб тахрир болып кетпейді. Ол ешқашан тағы басқа топқа қосылып кетпейді ол адам. Неге? Өйткені ол мына топта жүрген бала еді. Яқин болса егер, онда ол ешқашан жаққа бармайды. Бірақ пайғамбар алейхиссалам соны айтты. Бірақ осы мұсылман деді, мынау яқинда жүрген, жаңа бірінші топтағы сенімі 100%. Аллаға, пайғамбарға деген ғұламалар айтады, яқинің соншалықты болсын, Алла сақтасын. Әлемдегі адамдардың бәрі мұртат болып жатса, мұртат деген діннен шығып кету. Сен бір өзің қалып кет осы дінде дейді. Аяғыңа нық тұрып алды, жоқ мен осы діндемін деп, бір өзің қалып кетсең де қалып кететін сенімде тұр дейді. Елдің бәрі мұртат болып жаттықтан болса да, сен жолыңнан қайтпа дейді. Яқиндығың сол кезде белгілі болады сен дейді. Бауырлар, демек міне Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху, міне алдымызда кетіп бара жатқан осы үмметтің үлкен қаймақтары, сахабалар, соның ішіндегі Абу Бәкір Сыдық. Пайғамбар алейхиссалам жанында сол яқинимен күшті мұсылмандар жағынан алдына шығып кетті. Және сонымен бірге бауырлар, пайғамбар айтып жатыр, мұсылман, күшті мұсылман ол хайыр деді. Хайыр деген бүткіл жақсылық осы жерде бар. Және Аллаға ол сүйікті мынау дейді, мынаған қарағанда. Мынау кім? Әлсіз мұсылман. Абу Бәкір Сыдық жаңа айтқанда бай болды. Сол байлығымен сол кезеңде мынау әлсіз болған мұсылмандарды сатып алып Құдай үшін азат ететін құлдарды. Сол кезде Абу Бәкір Сыдықтың әкесі оған ақыл айтатын: "Ей балам, сен ақшаңды көрінген сондай адамдарға шаша бермесейші. Егер шынымен ақшаң жасағың келсе бір қайырымдылық, сен мынау бай жүрген адамдармен байланыссайшы" дейді. Ертең басымызға күн тиіп, бір жағдайға түсіп қалсақ, бізге көмектесетін байлар ғой бізге осы жердегі. Сен солармен байланыссайшы дейді. Ақшаңды соларға жұмса, солармен жақсы мәміледе бол деп әкесі осындай өсиет етеді. Абу Бәкір Сыдықтың.
Абу Бәкір Сыдық олар байларымен емес, керісінше ақшасын бәрін нелеге салды, құл азат етуге салды. Мекке мүшриктері олар кімнің көке жәкесі жоқ, кімнің ақшасы жоқ, соны адамдарға солар азаптады. Әлсіз мұсылмандарды. Абу Бәкір Сыдық Билал радиаллаху анхуды сатып аламын деп, Умайя ибн Халаф деген мүшрикпен саудаласты. Саудаласқанда барып сұрады: мынаны өлтіретін болдың ғой сен. Қазір өледі де қалады. Одан гөрі маған сатаса осы адамды. Саған ақшасын берейін деп, соның ақшасын сұрайды. Қаншаға сатасың деп. Сол кезде 5 динар ақша сұрады. Динар деген алтын ақша, дирхам деген күміс ақша. Абу Бәкір сатып аламын деді. Бірақ Умайя ибн Халаф айтты: Абу Бәкір деді, сен 5 динарға алмаймын, қымбат айтып жатсың. 1 динар десе сұрағаңда мен саған бере салатын осы қолды деді. Умайя ибн Халаф айтады. Сөз Абу Бәкірдің жауабы ол кісіге: сен не айтып тұрсың деді. Егер сен 5 динарға келіспеймін, 100 динар десең де мен сатып алатын осы жігітті деді. Әңгіме мен жаңағы ақша жайында болып жатқан жоқ деді. Ол жаңағыдай бәрі арзанда бере салатын ғой, неғып саудаласпасын деп тұрған еді. Абу Бәкір басқа нәрсе айтты оған: егер сен 5 емес, және қосып 100 динарға алып барсаң да мен осыны сатып алатын деді. Билал радиаллаху анху да ол кісі сатып алып, ислам әлеміндегі пайғамбар алейхиссаламның ең бірінші азаншысы Билал болды. Билал Алла үшін істеді осы нәрсені. Міне осы жағынан да Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху басқа сахабалардан әлсіз сахабалар алдында өзін көрсетті, кім екендігін. Пайғамбар алейхиссалам сахабаларын жинап, олардың да кейде осы тақуалықтарына мән беруін жеке жай сұрап отыратын. Бауырлар, бүгін арамызда мынау науқастанып қалған адамдарды зиярат қылғандар бар ма деп жай сұрап қоятын. Алдын айтқан пайғамбар алейхиссалам қандай сауап екендігін, бірақ соның ішінде амал істесе екен деп пайғамбар алейхиссалам әдейі сұрайтын: бар ма арамызда деп. Қараса ешкім үндемей жатыр. Абу Бәкір: я Расулалла, мен бармын деді. Ой, бәрекелді, қабыл болсын бауырым, отыр деді. Бауырлар, оның алдында пайғамбар алейхиссалам сол нәпіл ораза жайында жақсы уағыз айтқан еді. Арамызда бүгін нәпіл ораза ұстағандар бар ма деген еді. Ешқайсысы үндемеді. Абу Бәкір Сыдық: я Расулалла, мен бармын деді. Міне осындай бірнеше қайырымдылықты пайғамбар алейхиссалам айтып шыққан кезде бәрі Абу Бәкір шықты, мен деп шықты бәрінде. Абу Бәкір Сыдық жаңа күшті мұсылман боламын деп өзін тежеп, өзін жігерлендіріп әрекет жасады. Ақиқатында Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху осындай жағдайға жетті. Өйткені ол не? Пайғамбар алейхиссаламның Меккеден Мединеге бірге хижрат жасауға дәл сол сахабаға бұйырды. Неге десе, себебі ол соншалықты өзін осыған жігерлендіріп, мен күшті мұсылман боламын деп әрекет қыла бергендіктен Алла Тағала сол кісіні лайық көрді дейді. Сахабалардың ішіндегі Абу Бәкірді ғана лайық көрді. Пайғамбар алейхиссалам алдын Абу Бәкірді: я Расулалла, мен ғана рұқсат етсеңізші, ана бауырларымыз бүгін түнде кетеді екен Мединеге, мен де кете берейін де солармен. Жоқ, Абу Бәкір, сен қимылдама деп рұқсат етпейтін алдында. Бірақ айтқан емес оған, менімен бірге кетесің деп айтпаған пайғамбар. Абу Бәкір айтады, Айша анамыз айтады: Абу Бәкір соны әкем естіген кезде бала секілді жылаған бірінші мәрте көрдім өмірімде дейді. Қуанғаннан соншалықты. Пайғамбар Абу Бәкірге келді: дайындал, жолға шығамыз дегенде, әкемнің қуанған, жылаған соншалықты бала секілді жылады дейді, қуанғаннан. Міне пайғамбар алейхиссаламмен бірге хижрат жасау кімге бұйырды дейді? Абу Бәкір Сыдыққа бұйырды. Неге десе, өйткені ол адам күшті мұсылман боламын деп көп әрекет қылу арқылы шынымен соған лайықты болды, еңбек етті. Пайғамбар алейхиссаламды жақсы көрген соншалық Абу Бәкір Сыдық сол Қағбада: я Расулалла, біздің санымыз өте аз, қарап жүрмін, сіз бір өзіңіз шырылдап жүрсіз, бізде көмектесейік сізге деп пайғамбар үндемеді. Сонымен шығып кетті де Абу Бәкір Сыдық барып осы пайғамбар алейхиссалам естігенін халыққа жеткізе бастады. Соның ішінде Ашра Мубашир дейді, 10 жәннатқа тірі кезінде сүйіншіленген сахабалар бар. 10 сахаба. Соның ішіндегі өзін қосқандағы 4-еуі бар, Абу Бәкір, Омар, Осман, Али радиаллаху анхудан бөлек қалған 6-ауы Абу Бәкірдің уағызынан кейін дінді қабылдаған. Сол 10 жәннатқа кіретін 6-ауы Абу Бәкірдің уағызынан кейін кіріп кетті. Кімдер олар? Талха ибн Убай, Убай ибн Зубайр, одан кейін Абдурахман Ауф, одан кейін Саид ибн Аби Уаққас, Заид ибн Саид. Осы 6 сахаба Абу Бәкір Сыдықтың уағызынан кейін дінді қабылдады. Және оларды қарап отырсаңыз, тірі кезде жәннатқа кіретін сахабалар деңгейіне жетіп алды. Бұларды Абу Бәкірдің жолымен жүріп, бұларда күшті мұсылман, күшті қауымға қосыла бастады. Бірақ Абу Бәкір Сыдық ол жолды жалғастырып,
күндердің күнінде сол Кағбаның жанында адамдарға насихат айтамын деп, сол Мекке мүшриктерінен таяқ жеп қалды. Таяқ жеген соншалық ес-түссіз қалды. Абу Бакр есін жия салып пайғамбар алейхиссалам сұрады: Расулаллаға не болды? Әйелін сұрады: білмеймін не болған деді. Адамдарды жібертті. Сөйтіп, бір қолында әйелі, екінші қолын анасын сүйрелеп отырып, пайғамбар алейхиссалам үйіне барады. Барып, пайғамбар жағдайын сұрап, сол кезде Абу Бакр Сиддиқтың мұрны ғана адам көрінетін жағдай дейді. Бет әлпетін танып болмайды. Соншалықты соққыға жыққаны. Оның жағдайын көріп, пайғамбар алейхиссалам жүрегі езілді. Досым, сен жағдайыңды сондайға жеткізген адамдар деп. Сөз Абу Бакр Сиддиқ: Я Расулалла, мені уайымдамаңыз, сіз аман болыңыз, мен сізді ойлап келдім деді. Аман болыңыз. Мына менің анашым, осы анама бір дұға қылыңызшы деп, сол жерде пайғамбар алейхиссаламның дұғасын алып қалды. Дұғасын алғаннан кейін анасы сол жерде ислам қабылдады. Абу Бакр Сиддиқтың. Демек, бауырлар, осы жерде ғұламалар тұжырымдайды. Міне, ұстаздар алдымызда бар, имамдарымыз бар, Құдайға шүкір, оны естіп алғаннан кейін әрқайсымыз осымен алысып кетуіміз керек екен. Әрқайсымыз бір адамды болса да, екі адамды болса да, тура жолға салуына себепші болайық, бауырлар. Дәл осы нәрсені имамдар айта беру шарт емес екен. Пайғамбар алейхиссаламнан естіп алып, Абу Бакр Сиддиқ әрекет қылып кетті. Көп адамдарды жақсылыққа шақырды, жаман қылықтарын тастата бастады. Дәл осы нәрсені, бауырлар, міне, Аллаға шүкір, Алла разы болсын, қажетіндерге күніге осы жерде дәріс. Осы нәрсені естігеннен кейін келесі дәріске шейін әрекет етейік. Бір адамға осы да жеткізейік. Бауырым, кеше осындай дәріс болды. Өзің тыңдап көрші өзінің аузынан. Өзіңіз айтыңыз, оны тыңдағандарды жіберіңіз. Сол кезде пайғамбар айтқандай, сіз әлсіз мұсылман қауымынан шығып, күшті мұсылман қауымға өту керек бізге. Және осы қайыр Алланың алдында жақсы көретін амал осы деді. Мынау қайырымдылық жасау жағынан Абдурахман ибн Ауфқа ешкім жете алмайды. Қайырымдылық жағынан, адамдарға ізгі амал жасап, оларға әлеуметтік жағынан көмектесу жағынан, мынау әлсіз жағынан күштіге өтіп кеткен Абдурахман ибн Ауф болды. Өте бай болған, бүткіл байлығын бәрін осы Алла жолында сарыптады. Абу Бакр Сиддиқ. Кім? Абдурахман ибн Ауф. Ол жаңа айтқандай, ол Абу Бакрның шәкірті ол кісі. Сол кісінің себебімен исламды қабылдаған. Сол Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху Меккеден Мединеге көшіп келді. Көшіп келген кезде әлеуметтік жағдай бәрі Меккеде қалып қойды, өздері жалғыз келді бұлар. Сол жерде не болды? Аңсарлар, сахабалар олармен дүниесін бөлісті. Міне, екі менің бақшам бар, сол бақшамның біреуі сіздікі, менің екі әйелім бар, сол әйелімнің екеуін сізге көрсетемін, қараңыз, егер біреуін ұнатсаңыз, мен оны талақ қылып сізге беремін дегенге шейін барды сахабалар. Ол дегені, яғни мұсылмандарға деген көмегінің шексіз екендігін білдіреді. Қазіргі салафиттер секілді болып жатқан жоқ ол жерде. Оларда ұят деген болды. Ой, жақсы болды, давай жібер қатынды, жақсы болды ғой деп айтқан жоқ олар. Ешкім қатын алған жоқ. Бірақ оларға деген көмек ретінде ұсыныс болды. Сол Абдурахман Ауф не деп айтты? Бауырым, әйеліңді өзіңе бұйырсын, бау бақшаңда өзіңе бұйырсын, ниетіңе рахмет деді. Маған базарларың бар ма осы Қаскелеңде? Базарды көрсетіңдер деді. Базарды көрсетіңдер, мен барып ақырында бір саудам, Меккеде саудагермін мен деді. Ақырында сол базарға барып сауда істей бастады. Сөйтіп не болды? Кішкене сол ақшасын жинағаннан кейін барып, пайғамбар алейхиссаламға: Я Расул, мен үйленейін деп жатырмын, осынша махарға төлеуге ақша жинап қойдым деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты: Алла берекет берсін некеңе, бір қой сойып болса да той жаса деді. Абу Бакр кім? Абдурахман Ауф миллионер, тойы бір қоймен ғана өтті. Одан кейін не болды? Ол кісі сол пайғамбар алейхиссаламның әр айтқан осы қайырымдылықта бірінші орында тұратын ол кісі, тапқан бәрін сөйге тастайтын. Пайғамбар алейхиссалам қуанғаны соншалықты Абдурахман ибн Ауфқа дұға жасады: Ей Алла, Абдурахман ибн Ауфтың малына, жанына, бала шағасына берекет бер деді. Осыдан кейін пайғамбар алейхиссалам дұғасынан кейін Абдурахман ибн Ауфтың балалары өте көп болды. Салихалы ұрпақтары көбейіп кетті. Одан кейін дүниесі көп болған. Абдурахман ибн Ауф 3 мәрте дүниесін шашып нөлден бастаған кез болды. 3 мәрте болды Мединеде жүргенде. Алла үшін деп дүниесін бәрін салып жібереді, нөл болып қалады. Қайттан дүние жиналады. Және шашып жібереді. Осындай болды. Тіпті ол кісінің айтқан сөзі: мен Мединеде көшеде келетқанда бір тас жатса, сол тасты алып астынан алтын шығады ма дегенге шейін бардым дейді. Тасты көтеруге қорқамын дейді. Көтерсем астынан алтын шыға беретін секілді болып қалды маған дейді. Дүние деген келе берген соншалық. Бірақ жаңа айтылғандай, мынау осы әлсіз жақтан мынау үлкен күшті мұсылман қауымына өтемін деп әрекет қылған кезде осындай деңгейге жеттім дейді ол кісі.
жету себебін айтып жатыр сахабалар. Осындай әрекет болды, Алла Тағала ол кісіге беріп қойды. Пайғамбар алейхиссалам Алла рахматынан кеткеннен кейін де Пайғамбар алейхиссаламның мынау әйелдер дейміз ғой, бәріміз аналарымыздың спонсоры сол кісі болған. Пайғамбар алейхиссаламның әйелі балаларының баршасын сол кісі спонсор болды. Немерелеріне бәріне осы қарап жүретін. Қайырымдылық жағының бәрін бірінші орында болды. Тіпті сол аналарымызды қызыл түйелермен, өте сондай қымбат маталармен қоршатып сөйтіп алып жүретін болған. Қазіргі таңда айтқанда үлкен джиптер ғой. Сол үлкен көліктермен аналарымызды алып жүретін. Әр аналарымызды бір сапарға барып келген кезде қайттан оның несін айырбастап отыратын. Реңін айырбастап отырады. Осы жолы қара джиппен барып келсе, келесі жолы ақ джиппен барып келеді. Одан кейін Land Cruiserмен барып келеді. Одан кейін Геленвагенмен барып келеді. Айырбастап отыратын. Неге? Себебі бұл Абдурахман Ауфтың Пайғамбар алейхиссаламға деген махаббаты және ол дінге деген қызметі еді. Бауырлар, демек тақырыбымыз Пайғамбар алейхиссаламның хадисінің төңірегінде келіп жатыр. Не деп айттық басында? Ал-қауил муслим хойр ахабидаллахи бинал муслим даиф. Күшті мұсылман Аллаға жақсырақ және хайыры бұл кімге қарағанда? Әлсіз мұсылманға деді. Мұсылман екеуі де мұсылман, бірақ екі топқа бөлініп кетті деді. Мынамен мынаны салыстыруға келмейді. Бұл хайыр және Аллаға сүйікті деген бұның бойында екі сипаты бар. Мынаның бойында тек қана бір-ақ сипат бар, мұсылман деген ғана. Мынаның бойында үш сипат бар. Әрі мұсылман, әрі хайыр ол, әрі Аллаға сүйікті мынау. Қай жағынан десе, себебі кез келген мәселеде ол біз енді күшті дегенде көбіресе мына нені ойлап кетеміз ғой. Күш жағынан. Дұрыс, дәл осы сөзден кейін Али радиаллаху анху күш жағынан ол бірінші орында болды. Күш жағынан. Мұсылман адам күшті болу керек әрине. Физически дейміз ғой. Ол жағынан да мықты болу керек. Дұрыс. Ол жағынан бірінші орында Али болды. Али радиаллаху анху осы сөзден кейін мына жаққа өтіп, күш жағынан сахабалардың ішіндегі ең күші ол Али болған радиаллаху анху. Тіпті мына Хандақ соғысында, Хандақ деген мына ор қазу соғысы болды Мединеде. Оны сирада өткен шығарсыздар. Сол кезде мына мушриктердің сеніп бұларды осы жолы жоқ қыламыз деп келген еді. Өйткені ең бірінші қандай соғыс болды? Бәдір болды. Бәдірде мұсылмандар жеңді. Кейін Ухуд болды. Ухудта мұсылмандар жеңіліп қалды. 50 садақшы таудың басында тұрып, мұсылмандар жеңіліп қалды емес па? Содан кейін үшінші соғыс Хандақ соғысы. Бұл мушриктер міне жеңдік, осының артынша мұсылмандар есін жия алмай тұрған кезде және соққыны беріп, мүлдем жоқ қылып тастаймыз оларды деп келген еді. Бірақ Салман Фарси радиаллаху анхудың ақыл кеңесімен ор қазылды. Қаланы айналдырып, сол солтүстік жағынан келетін жақтың бәріне ор қазылды, мына жақтың бәрі тау еді. Сөйтіп Хандақ соғысы деп жатқан сол. Әскер келді, өте алмайды. Секіріп те өте алмайсың, ішіне түсіп кетті, қайтып шыға алмай қаласың. Өте терең, мына жағынан да. Бірақ сол іштерінде сеніп келген сол батырдың бірі атымен өтіп кетеді, секіріп өтеді. Қалған ешқайсысы өте алмайды. Бұл өтіп алады да Мединеге келіп айқайлай бастайды. Жәннаттың адамдары неге тығылып отырсыңдар? Сендер айтатын едіңдер ғой. Біздің өлгендеріміз жәннатқа барады. Сендердің өліп қалғандарың тозаққа барасыңдар деп айтқан едіңдер ғой. Енді сендерге жәннат керек емес па? Келсеңдерші деп ауыр сөздер айта бастайды. Сол кезде енді Пайғамбар алейхиссалам сахабаға қараса ешқайсысы қозғалмайды орнынан. Али тұрады екен орнынан. Я Расулалла, рұқсат етіңізші, мен барып сөйлесейінші ана кісімен дейді. Али орнына отыр деді. Өйткені Ухудта Хамза көкесінен айырылды Пайғамбар. Енді бауырларының Али ғана қалды Пайғамбарымыз жанында. Туыстарынан Али ғана қалған. Бірақ басқа сахабалар әрине бұл жерде қорқты деген сөз жоқ. Енді оның несінде келеді? Пайғамбарға деген әдеп болды. Пайғамбар біреуге айтпайынша, олар тыныш әдеп сақтап отыратын сипат болған сахабаларда. Бірақ Али ол ерекше батыр. Анау мушриктерден келген батыр барған сайын сөзі ауыр кетіп сөйлеп жатыр. Араларында ешкім болмайды ма сонда не? Жекпе-жекке шақырып жатыр, бірақ ешқайсысы істей алмай жатыр, шыға алмай жатыр. 3 мәрте Али орнынан тұрады. Я Расулалла, рұқсат етіңіз маған, мен барайын деп. Сөзі Пайғамбар өзінің орамалын шешіп, Алидің беліне байлап, дұғасын беріп, Алла өзінің жары болды деп Али шығарып салады. Жекпе-жекке. Сөзі Пайғамбар қатты дұға жасаған соншалықты борда дейді ғой, шапаны. Сол бордасы түсіп кетті. Соншалықты дұға қылғаны Абу Бакр радиаллаху анху иығына жауап, я Расулалла, уайымдамаңыз, Алла көмегінде ғой деп. Али шықты да оған уағыз насихат айтты. Жап-жас бала Али үлкен батыр, есімі өте сол кезеңде мәшһүр болған арабтардың ішінде өте тәжірибелі, жеңіліп көрмеген батыр болған, мушриктер жағынан келген. Сол кезде Али радиаллаху анху оған насихат етеді. Мен сізді исламға шақырамын.
егер исламды қабылдасаңыз мен сізге қылышымды шығармай ақ қояйын қынынан, сөйтіп екеумізді осы жерде бауыр бола салайық деп насихат айтып жатыр. Ол батыр Алиді менсінбей тұр, айқайлап жатыр. Араларында ол жас баладан басқа ешкім менімен теңес келмеді ма ешкім? Мына жап-жас баланың өмірі обал емес па деп айқайлап жатыр. Бірақ Али радиаллаху анху ол мәмлеге келмегеннен кейін барып жекпе-жекке шығуға мәжбүр болды. Мәжбүр болды. Сол кезде Али радиаллаху анху сол бір соққыдай-ақ оны жермен жексен қылады. Али, міне, демек күш жағынан кім күшті болды? Али. Али сол не жағынан өте күшті болған. Тіпті пайғамбар алейхиссаламнан сұраған кездері болды. Я Расулалла, бір түнде бірнеше мәрте егер әйелімен қосылатын болса, деп үшінші жақтан сұрап жатыр. Соның бәріне бір қосыл жетеді ме, жоқ әрқайсысында жуына беру керек пе деп Али ғана сұраған. Өте бойында күші болған адам, және Али радиаллаху анхудың шашы лысти болып жүретін болған. Көп ғұсыл құйынған соншалықты. Себебі пайғамбар айтатын, жүніп болған кезде әрбір шаштың түбінде не қалады деген, жүніпті қалып қояды дейді. Жақсылап жуыңдар дегені ғой. Соны естіп алғаннан кейін Али шашын алып тастаған. Өте көп жүніп болатын болған Али радиаллаху анху не десе, ол өте күшті адам болған. Бойында қуаты бар, өте күшті адам болған. Міне, демек Али радиаллаху анху не жағынан, күш жағынан не болды? Әлсіз жақтан мен күшті боламын деп әрекет жасады. Ақиқатында Али радиаллаху анху сол дегеніне жетті. Білім жағынан, мынау хадис жеткізу жағынан, ол кім? Абу Хурайра радиаллаху анху, ол хадис жеткізу жағынан алғашқы орында болған. Абу Хурайра өте сондай қой бағып жүрген біреудің қызметкер жігіті болған. Жағдайы болмастан осы мешіттің жанында медресе солып жатыр ғой. Дәл осы секілді пайғамбар алейхиссаламның мешіттің жанында Ахл Соффа деген болды. Сол мұқтаж адамдарды жатқызып, тамақтандырып, оларға білім беретін пайғамбар алейхиссалам. Соның ішіндегі Абу Хурайра озат шәкірт болып шықты. Тіпті пайғамбар алейхиссаламның білімін соншалықты көп алды, Абу Хурайра пайғамбар алейхиссаламның дұғасын алуға оған нәсіп етті. Бірде пайғамбар алейхиссалам олардың медресесіне кеп қалса, елдің бәрі ұйықтап жатыр, бірақ үшеуі ғана сабақ оқып отыр ішінде. Пайғамбар алейхиссалам олар үшеуіне разы болды. Сөйтті де біреуінен сұрады: сен дұға жаса, мен амин деп айтамын деді. Пайғамбар алейхиссалам амин дегені ол қабыл болады деген сөз. Сол кезде ол жігіт сахаба тұрды да осы дүниеге қатысты бір нәрсені сұрады. Дүние жайында, дүние нығметін сұрады. Пайғамбар алейхиссалам амин деді. Екіншіден сұра деді. Ол да соған жақын, дүниеге жақын бір нәрсені сұрады, нығметті. Пайғамбар алейхиссалам амин деді. Абу Хурайрадан енді сен сұра деген кезде ол не деп сұрады? Я Расулалла, мен сізден естігенімді ұмытпайтындай болайыншы деді. Сізден білім алған кезде соны түсінетіндей болайын, және сізден естіген кезде өмір естен шықпайтындай менде память болсыншы деді. Пайғамбар алейхиссалам амин деді. Сол кезде бұның Абу Хурайраның айтқан дұғасын ана екеуі қызығып, я Расулалла, бізде қайттан басын айтайықшы деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты: Абу Хурайра сендерден озып кетті деді. Болды, бітіп кетті. Басында сөйтіп сұрауларың керек еді. Мына Абу Хурайра айтады: мен пайғамбар алейхиссалам осы дұғасын алғаннан сәттен бастап дейді, пайғамбар алейхиссалам аузынан бірдеңені шықпай атып мен түсіне беретін жағдайға жеттім дейді. Біздер кейде сөздің соңын айтылғаннан кейін барып зорға түсінеміз ғой, кейде оны да түсінбей қаламыз қайттан. Тағы да айтыңызшы, не айттыңыз деп тұрамыз. Бірнеше мәрте қайталатып барып, еще түсінбеуі де мүмкін және. Сен не айттың жерде деп. Абу Хурайра дейді: пайғамбар аузынан шығып жатқанда мен түсініп тұра беретін жағдайға жеттім дейді. Алла берді ғой оған. Және пайғамбар алейхиссаламнан бір нәрсені естіген кезде екінші мәрте қайталамаймын соны дейді. Біздер ана сабақ жаттаған кезде қайталаймыз ғой. Есімден шығып қалады Құран аяттары, қайттан қайталаймыз. Қайталап жүрсеңіз мықты болып тұрады, қайталамасаңыз қайттан сізден алыстай бастайды. Абу Хурайра ондай болған жоқпын дейді. Бұндай деңгейге қалай жетті ол? Жаңа айтқандай көп әрекет жасады. Пайғамбар алейхиссалам хадисінен кейін мен әлсіз болмаймын деп, мен күшті мұсылманнан болғым келеді деп әрекет жасады ол. Әрекет жасады, Алла Тағала ол кісіге берді. Күндердің күнде Мұхаммед алейхиссалам Алла рахматына кеткен кезде Абу Хурайра радиаллаху анху базарға барып айқайлады: ей пайғамбардың сахабалары, сендерге не көрінген, дүниеге кіріп кетіпсіңдер ғой дейді. Пайғамбардың мирасы тарқатып атыл мешітте. Мирас алмайсыңдар ма барып? Деп айқайлайды базарға барып. Мұны естіген кезде саудагерлер, сахабалар бәрі тастап қойып, пайғамбардың қалған мирасты алайық барып деп, қазір бір-біріне қарай тұр, сен қарай тұр деп, сауларын тастап мешітке жүгіріп келді бәрі. Мешітке кіріп келсе не отыр мешітте? Дәріс болып отыр, біреу Құраннан сабақ қылып отыр, біреу хадис жаттап отыр. Ешқандай дүние таратып жатқан жоқ. Бұлар мешіттен шығады да Абу Хурайраның алдына келіп: Абу Хурайра, біз саған сенеміз. Сен жас бала емессің. Біздің уақытымызды алып, сен не анау істеп жүргенің? Мешітте мирас тарқатылды, бардық, түк жоқ қой жерде дейді. Сол кезде Абу Хурайраның екінші сөгісін алып қалады олар.
Кім айтты сендерге пайғамбардан дүние дирхам динар қалады деп? Пайғамбар айтты емес па? Пайғамбарлардан дирхам динар қалмайды. Пайғамбарлардан мирас болып білім қалады деген. Пайғамбардың білімін тарқатып атылып айттым ғой сендерге. Сабақ болып жатыр ол жерде. Дәріс алмайсыңдар ма деп Абу Хурайра сол кезде соны меңзеді. Сол кезде сахабалар сол кезде барып түсіндік дейді. Біздің дүниеге деген соншалықты кіріп кеткенімізді Абу Хурайраның осы сөзін алғашқы мәрте естігендей болдық дейді. Өйткені ол хадисті елдің бәрі біледі. Алдын естіген, пайғамбардың аузынан естіген сол сөзді уақытысында. Бірақ оны ұмытылып, ешқайсысы ескерусіз қалды. Бірақ Абу Хурайра радиаллаху анху осы естеріне салып қойды. Өйткені Абу Хурайра не болды? Осы білімге деген махаббатын арқасында Алла Тағала ол кісіні сондай деңгейге жеткізді. Не болды? Әлсіз мұсылмандықтан қайда кетіп қалды ол кісі? Күшті мұсылманға кетіп қалды. Білім жағынан болды. Білім жағынан. Мына әділдік жағынан Омарға ешқайсы жете алмады дейді. Әділдік жағынан. Әлсіз еді, Омар радиаллаху анху осы сөзден кейін мен күшті қауымнан боламын деп, Омар радиаллаху анху не істеді? Ол Фаруқ деген атаққа ие болды. Фаруқ деген әділдіктің өзін қақ жаратын адам. Әділ деген нәрсенің өзін қарайтын адам. Бізде қазақта соны солай түсіндіреді. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп айтады. Тура биде туған жоқ деген не деген ол? Яғни тура би болатын болсаң, туғаныңа қарамайсың сен, туысқа қарамайсың. Әділетті айтасың. Егер әділеттік деген нәрсені туысыңа бұрмалайтын болсаң, туғанды биде иман жоқ, имансыз деп есептеген. Дәл осы нәрсені әділдік жағынан кімге? Омар радиаллаху анху ешкім жете алмады. Омар радиаллаху анху осы жағынан мына күшті қауым жаққа өтіп кетті. Әділдігі соншалық. Пайғамбар айтты, менен кейін пайғамбар келмейді, келсе ол Хаттабтың баласы Омар болады деген. Өйткені Омардың әділдігін пайғамбар алейхиссалам өзі разы болатын еді. Ақиқатты айтатын болған ол кісі. Тіпті сондай бір мынау соғыс дұшман келді Меккеге, олар жеңіліп қалып, олардың адамдар тұтқынға түсіп қалған кезде пайғамбар алейхиссалам Алладан уахи түспеген кезде сахабалармен кеңесетін. Не айтасыңдар? Мына тұтқындар не істейміз дегенде Абу Бакр деп айтты, я Расулалла, бұларды қарап келсек өзіміздің туысымыз болып шығады. Меккедегі біреу, бәрі сол меккеліктер ғой. Құдамыз болып шығады, басқа болып шығады. Бұларға былай істейік. Әрқайсысы біздің осы Мединедегі 10 адамды сауаттандырып, білімін сауатын көтеріп берсін, одан кете берсін деді. Омар айтты, я Расулалла, бұлардың бәрін басын кезу керек деді. Ниеттері жақсы емес қой мыналардың. Дұрыс па? Біз оларға барған жоқпыз. Өздері келді емес осы жерге. Жаман ниеттерін бастарына көрсету керек бұлардың деді. Өйткені қазір бұны істемейтін болсақ, ертең қайттан келе береді. Сол үшін осының точкасын қою керек деді. Бұларға жазасын берейік. Өйткені біз барған жоқ, олар бізге келді. Бірақ ақиқатты Омар айтып тұр негізінде. Пайғамбар да біліп тұр. Бірақ Расулаллах та өте мейірімді ғой. Бірақ осы жерде Омардың сөзін тыңдап тұрды да Абу Бакрдың сөзін алды. Омар дұрыс қой айналайын. Бірақ мына Абу Бакрдың сөзі жақсы екен деді. Шынымен әрқайсысын 10 баланы, 10 адамды сауатын көтеріп берсін де, сауаттандырып кете берсін деді. Сол кезде пайғамбар алейхиссаламға Құраннан аят түсті. Аят түсті, пайғамбарға ескертіп аят еді ол. Сен жаңелде өзара кеңеспегендеріңде Алланың қаһары келе жатқан еді сендерге дейді. Өйткені ол ақиқат Омарды айтып тұр негізінде. Бірақ сол кеңескеннің құрметіне ол азап сендерден көтеріліп кетті деді. Міне осындай арақ мәселесінде, хижаб мәселесінде көптеген мәселелерде Омар радиаллаху анху ақиқатты айтып жүріп, көп аяттар мынау Омардың себебімен түсті. Бірде Омар радиаллаху анху пайғамбар үйіне келіп қалған кезде әйелдерінің, сол шаштарының көрініп жүргендерін көріп ыңғайсызданып қалатын. Я Расулалла, осы әйелдеріңізді сәл бір білмеймін не қалай істеу керек екен. Бір ыңғайсыз дейтін де сол. Сол кезде пайғамбарға хижаб, әйелдерінің бөгде еркектердің алдында көрінбесін, әуреттері жабылсын деген мағынада аят түсті пайғамбарға. Арақ мәселесі де осы Омардың несімен түсті. Ақиқатты айту арқылы Алла Тағаладан пайғамбарға аят түсті. Демек, әділдік жағынан не болды дейді? Омарға ешқайсысы жете алмады. Басында ондай емес еді, бірақ кейін не болды? Ол әрекет қылу арқылы қандай жағдайға жетті? Ол пайғамбардың алдында ерекше деңгейге жетті. Алланың алдында да оның мәртебесі жоғарылап кетті. Өйткені ол да әрекет болды, соған талпынды, және ол ісімен де сөзімен де көрсетті. Сол балалары, Омар радиаллаху анхудың балалары болған, көп балалары болған. Сол балалардың ішінде біреуі сапарда жүріп, бір жерге тоқтап жолаушы болып. Сол жерде бір әйел адам өзінің жаман ниетін іске асырып, баласына не ішкізеді? Ішімдік ішкізеді.
ұйықтатып қояды баланы. Бірақ ол сусын деп ойлаған, соны сусын деп ішіп қараса, ол не болып шығады? Соны не адам ұйықтататын не қосылған болып шығады. Бала ұйықтап қалады, ұйықтап тұрғаннан кейін не болғанын білмейді. Баласы айтады, мен бойының әлсіздігімді ғана сезіндім дейді. Не болғанын білмейді. Сонымен жол жүріп кетеді. Бірнеше айдан кейін баланы көтеріп, екі қабат әйел адам баласын көтеріп халифаның алдына келеді. Омар патша, сен айтатын ең, зінақорлардың үкімі қалай болады? Зінақорлар осындай болады деп айтқан ең. Балаң істеді ғой мына нәрсені дейді. Баласын айтып жатыр өзінің. Сенің балаң зіна жасап, міне бала сенікі мынау. Немерең болады саған. Сол кезде бұны естіген кезде кім? Омар радиаллаху баласын шақырады. Баласын шақырып, мынау осындай болды ма дейді. Бірақ баласы айтады, әке, мен ондай істеген емеспін, бірақ мен сол жерде болдым, су ішкенім есімде, ажан білмеймін не болған дейді. Ұйықтап қалған ғой. Бірақ оны хаттап оны тыңдағысы келмеді, қалған сөздер, демек баласын мойындағанын біліп тұр. Сонымен үкім шығарады. Үкімі сол, ол баласы үйленген еді, үйленген баланың үкіміне тас бұран болып өлтіріледі. Кешіріңіздер, бұл баласы бойдақ болған. Дүре соқтыруға үкім береді, оның арқасына 100 дүре ұрылу керек. Бірақ бала 80 дүреге барғанда барып өледі, қайтыс болады. 80 дүреге барғанда, бірақ балаға дүре соғылмай тұрған кезде үлкен сахабалардың бәрі жылап, егіліп келіп кешірім сұрайды соның атынан. Омардан сұрап жатыр, бауырым, шариғатта 4 куәгер деген нәрсе бар. Ешкім көрген емес мыналардың. Омар радиаллаху өте білімді болған, жоқ, ең үлкен дәлел ол өзінің адамын мойындаған дейді. Бала мойындап тұр ғой дейді. Өзі мойындап тұр. Әйел адам өзі жаман ниетімен десе де Омар тыңдамады ешқайсысын. Жоқ, араласпаңдар деп Омар радиаллаху өзі сол сабыр етіп, басында қарап тұрды. Және әдетте негізі дүре соғатын адамдар болады ғой. Бірақ осы жолы дүре соғатын адамды басқа өңірден мүлдем танымайтын адамды алып келдіргізді. Және оған айтқан жоқ, мынау халифаның баласы деп айтылмасын деді. Бір оңбаған біреу деген сияқты, аямай ұр деген сияқты сөздер айтылды. Ол білген жоқ халифаның баласын ұрып жатқанын. 80 дүреге жақындап жатқан кезде баласы есінен танып, әкесіне кешірім сұрайды сол жерде. Әке, мен кешіріңіз, мен кетіп бара жатқан секілдімін, ары қарай деп жатыр. Бірақ Омар оған сабыр етіп, ұрғыза береді. 80 дүреге жеткенде бала қайтыс болды. Сол кезде барып Омар баланың мойнында және 20 дүре қалып кетпесін, және үстіне ұрыңдар деді. Сөйтіп өліп қалған баласын және 20 дүремен ұрғызып 100-ге жеткізді. Сол кезде барып Омар өзін жоғалып барып баласын құшақтады. Балам деді, мен сені кешірдім, Алла сені кешірсін. Міне енді Алла рахматын алсын деп әкесі сол кезде езіліп дұға жасады баласына. Міне істеген қылмысыңа осымен жазаландың, иншалла ақыретте қауышамыз екенбіз деп өзін ұстай алмаса, Омар сол кезде барып көңіл босады. Міне Омардың әділдігі осындай болған. Омардың әділдігі осындай болды. Соның пайғамбар алейхиссаламның хадисі бар. Оны Омар халифа болып тұрған кезде айтып берді. Омар әділдігі соншалық, Омардың уақытында фитна болмайды деп айтқан екен, пайғамбар хадисі бар екен. Омардың өмірден өтуімен есік сынып құлайды деп айтқанда, фитна есігі ашылып кетеді. Демек, Омар есік болып тұрады деген фитнаға. Әділдігімен. Омар кеткеннен кейін фитнаның есігі сынып құлайды деп айтқан хадис бар екен. Сөзі Омар сұрайды жаңа айтқан сахабадан. Пайғамбар есік ашылып кетеді деп айтты ма, жоқ, есік сынып құлайды деп айтты ма деді. Деп сұраған кезде есік сынып құлайды деп айтты деді. Егер ашылып кеткен есік қайтып жабуға болады ғой. Бірақ сынып құлап түскен есікті тұрғызып қойған ғой. Сол кезде Омар айтады, демек менен кейін үлкен фитна болады екен ғой деп Омар сол кезде қатты нетті дейді. Ақиқатында Омар радиаллаху кейін фитнаның есігі басталды. Міне әлі кейсін келе жатыр. Сол фитнамен Осман радиаллаху шахид болып кетті, сол жолда Али шахид болды. Бірінен кейін бірі әлі мұсылмандардың іштерінде не бір фитналар келе жатыр. Бірақ Омардың уақытында бұндай фитна болған емес. Омардың уақытында не болған емес? Бұндай алауыздық мұсылмандар арасындағы әңгіме ондай болған емес. Тіпті Омар радиаллаху не болған дейді? Бір күні бір мұсылман мен бір еврей екеуі сөзге келіп қалып, пайғамбар алейхиссаламға барады. Кейін пайғамбар екеуін сұрап болғаннан кейін мұсылман берді, мұсылмандікі дұрыс, еврейдікі дұрыс емес. Пайғамбар ақиқатты айтты. Жарайды деп екеуі шығады да, ана еврей Абу Бәкірден сұрайды да барып дейді. Үкімін содан сұрайды дейді. Содан сахаба ескертеді, сен пайғамбардан кейін тоқтамайсың ба сөзге дейді. Абу Бәкірде енді мықты ғой ол да. Бір сұрап көрейік содан деп. Жарайды, Абу Бәкірге барып сұраса, Абу Бәкірді пайғамбардан сұрамадыңдар ма деді. Сұрадық, енді сіз де бір айтыңызшы деді. Мен де соны айтамын деді. Сенікі дұрыс емес. Жарайды деді, шыққаннан кейін Омарға барамыз енді деді. Омарға барайық.
Ана сахаба ескертті, Омар Абу Бакр емес саған деді. Мен саған ескертейін деді. Ол бізбен сұрап отырмайды, ескертейін саған. Білем ғой Омарды. Омар Фарух деп айтты, білем оны. Ақиқатты айтты, сол ғана айтады деді. Жарайды, барсақ барайық. Омарға барды екеуі. Омар Радиаллаху, сендер маған кемеге кімге бармадыңдар ма деді. Расулаға бармайсыңдар ма деді. Бардық деді. Бардыңдар ма? Не айтты Расулла? Осындай деп айтты. Кейін не болды? Кейін одан кейін Абу Бакрға барды. Тоқтамадыңдар ма пайғамбардың сөзіне? Жоқ, тоқтай алмадым мынау деді. Жарайды, Абу Бакр не деп айтты? Абу Бакр да сол сөзді айтты. Кейін не істедіңдер? Алдыңа келіп тұрмыз деді. Абу Бакрге де тоқтамай, маған келіп тұрсыңдар ма сонда? Иә, жақсы, онда мен қазір шығамын деді. Үйіне кіріп шықты да, үлкен қылышын алып шықты да, еврейдің басын жауып тастады. Омардың сөзі осындай болады деді. Пайғамбардың сөзіне тоқтамаған адам үкім осындай болады деді. Адам сондай адам болған. Кімнің уақытысында не болмаған? Ондай фитне болмаған. Дәл осыған ұқсайтын және бір жағдай болды. Омардың уақытында халифа болып тұрған кезі бір адам сөзге тоқтамайды екен. Кәдімгі салафиттер тоқтамай жатыр ғой. Барып, бауырым, қарасайшы десең тоқтамай жатыр. Дәл сондай адамдардың арасында фитне шығарып жүрген бір адам болған, мұсылман бірақ. Сөйтіп соңында халифаға алып келеді. Омарға жанында айтады, сендер анау ғалым араларымызда билеріміз бар, қазиларға алып бармадыңдар ма деді. Омар, алып бардық деді. Олар не айтты? Осындай деп айтты. Мынау не деп жатыр? Тоқтамай жатыр ешқайсысына дейді. Жақсы деді. Омар Радиаллаху өзінің үлкен дубинкасы болған. Шоқпар дейміз ғой, бауға алып кіріңдер деді. Аяқ қолын талға байлап қойып тұрып, шоқпарымен әкесін танытып ұрған кезде Омар, жаңа жігіт, тоқтаңыз, мен енді түсіндім деді. Енді мен түсіндім деді. Болды, жетеді деді. Енді жіберіңдер деді. Міне Омардың уақытында міне осындай өздерінің ақымақтарын өзі турлап алатын жағдайлар болды. Ондай тарихта бәрі тұр. Демек, міне әлсіз жақтан ол қайда кетіп қалды ол? Ол күшті мұсылманға өтіп кетті. Бауырлар, бұның бәрі жай айтылып жатқан бір тарихи, бір аңыз емес, бір ертегі айтып жатқанымыз жоқ. Шынымен осы дәл біздің көріп жатқан жерде өмір сүріп кеткен адамдар еді солар. Дәл осы күнді көрді, дәл осы аспанды көрді солар. Олар шынымен пайғамбар алейхиссалам осы хадисінен кейін әрекет басталып кетті оларда. Бізде иншалла осы хадис міне бүгін айтылды, алдында айтылған болуы мүмкін. Міне бүгін айтылды, Алла қаласа енді біз не істейік? Әрекет жасайық. Әрқайсымыз, демек жаңа қарасақ, әр сахабалар не екен? Бүткіл нәрсені алып кете алмасақ та бір жағынан кетеміз. Біреуміз білім жағынан, күшті жағынан кетіп қалайық. Біреуміз қайырымды жағынан күшті болайық. Соған жарасыңыз сіз. Әрқайсымыз біздің саламыз бар ғой. Әрқайсымыз бір саланың маманысыздар. Сол мамандық бойынша әлсіз болып жүре бермеу керек екен, бір топтың ішіне кіріп алып. Біздер неге өтіміз керек? Пайғамбар алейхиссалам айтқан күшті мұсылман қауымның ішінде табылуға тырысуымыз керек. Әрекет болу керек, нәтиже Алладан болады. Себебін жасайсыз, нәтиже Алладан болады. Істеп жатқан еш нәрсеміз жоқ, бәрін істеп жатқан Алла. Бірақ әрекет бізден болады, ниетіңіз сондай болады. Иншалла мен осы күшті қауымнан боламын мен осы арқылы осы елге, жерге көп пайдамды тигіземін деген мағынада көп әрекет ететін болсақ, Алла Тағала ниетіңе қарай оны береді саған. Мысалы айтатын болсақ, осы Алматыда Медеуді алатын болсақ, Дінмұхаммед Қонаев атамыз Алла рахматын алсын, әйтпесе жатқан дала болған ғой мына жерлер. Қазір бұл жер әлем таниды. Дәл осыдан да жақсы әдемі жерлеріміз бар біздің Қазақстанда әлі. Бірақ мынандай қолға алынбағаннан кейін ол ескерусіз қараусыз жатқан жерлер өте көп. Осы жатқан жерді осындайға медеу қылып жасатып, қазір қарасаңыз әлем таниды мына жерді. Сол әрекет жасады, не істеді? Кейінгі ұрпақтарына бәрімізге міне пайдасы тиіп келе жатыр. Демек мынау Алланың берген осы өмірі жай өтіп кетпеу керек екен, бауырлар. Біздер шамамыз келгенше әрекет жасап өзінің саламыз бойынша тырысатын болсақ, пайғамбар алейхиссалам айтқандай не дейді? Сендер осында қауымнан болыңдар деп жатыр. Күшті қауымнан. Жасы ол хайыр деп жатқаны, ол хайыр деген бәрімізге жақсы келтіретін, пайдалы келтіретін. Қазір шын керек кейде қарап отырсақ, бәріміз қараған, өзіміздің басымыз ойлайтын болдық. Аллахума нафси, тек қана өзін ойлайтын заманға жеттік қазір. Әркім өзін ойлайды. Ал сахабалар, одан кейінгі біздің ата-бабаларымызды қарасақ, олар өздерін ойлаған емес. Олар ұрпақты ойлады. Олар болашақты ойлады. Болашақ не болады? Ертең балаларымыз өмір не болады? Деп соған көп әрекет жасады. Мен Аллаға шүкір, Алла олардың жүздерін жарық етіп, шынымен олардың көре алмаған күніне біздер жеттік. Біздер қазір осы жолда, міне дін жолына түсуді Алла Тағала бізге нәсіп етті ма? Енді бауырлар, тек қана 5 уақыт намазға келгенімізге мәз болып жүре бермейік. Біздер шуағымызды шашу керек әлемге. Елімізге бізден не көріну керек?
бізден басқаларға жұғу керек. Біздер ғибратты болуымыз керек, және біздің осы жүрісіміз басқа адамдарға өнеге болу керек. Өткенде қарап отырсақ, осы жақында ғана мынау Ұзынағашта болды ғой, өткенде. 3 ағайындыны не осындай айналдырған 6 миллион теңге екен сондағысы. Сол дүние үшін деп 3 ағайынды бауырымыз әлемнен өтіп кетті, Алла рахматын алсын. Артында 8 балалары қалды, марқұмдардың әйелдері қалды, ата-аналары қалды, туыстары қалды, біздер қалдық. Соны істеген қылмыскерлер мұсылман емес деп айта алмаймын. Кәдімгі өзіміздің қазақтың жігіттері болуы мүмкін. Ол енді біреу істеді ғой сол қылмысты. Сол адамдар қазір қоғамда жүрген болуы да мүмкін. Оны сіз танитын біреу болуы да мүмкін. Бауырлар, ол адамдарға да не жеткізейік. Сөзіңізбен, ісіңізбен, олар да адамның балалары, ол да Құдайдың пендесі. Алла Тағала бәрін кешірем дейді. Шынымен тәубасына келіп, дұрыс жолға түсетін болса, Алла бәрін кешірем дейді. Егер жаңағыдай осы күшті қауымның ішінде табылатын болса, онда хайыр деп атқан сол. Осы өмірде бәрімізге хайыр болады, еліміз тыныш болады, жұртымыз аман болады, балаларымыз жетім қалмайды, әйелдеріміз жесір қалмайды, бір-біріміздің қанымызды төкпейміз, тыныш заман болады. Омар ибн Абдул-Азиздің уақытындағы заман әлі келген жоқ қазір бізде. Ондай әлем, еш жерде ондай әлем жоқ. Тіпті Омар ибн Абдул-Азиздің уақытында сондай тыныштық заман болған соншалық, кітаптарда солай келеді, қасқырлардың өзі қойға шаппай қойған сөзі дейді. Қасқыр бар ғой. Қасқырды қойға жіберсең айып етпен ұстай алмай қалады ғой өзін. Бірақ Омар ибн Абдул-Азиздің уақытында қасқырлардың өзі қойға тиіспеді дейді. Соншалықты берекелі заман болды. Соншалықты берекелі заман болғаны, елдің бәрі зекет беретін жағдайға жеткен, зекет алатын адам жоқ. Сөйтеді екен де, жаңа қапшықтарына дүниелерін салып, ана трассаға шығарып қойып қояды екен. Ары бері өтіп бара жатқан керуендегі адамды алып кетсіз ғой дүниеміз біздің. Мынаған берейін десең, менің де зекетім бар, аласың ба? Ма дейді. Ешкім алмайды. Елдің бәрі байып кеткен, зекет алатын адам жоқ. Зекетті шығару парыз ғой. Ал кімге береміз десек, ауылда ешкім жоқ алатын соны. Соншалық берекелі болды. Сол Омар ибн Абдул-Азиздің уақытында сол өңірден келесі өңірге қарап әйел адам жалғыз шығып кетсе, ешқандай оған қауіптенбейтін жағдай еді сөзі дейді. Ешкім дей алмайды, ешкім қауіптенбейді, қорықпайтын заман болды сөзі. Ол Омар ибн Абдул-Азиз, Омар ибн Хаттабтың шөбересі болып келеді. Қызынан тарқайды. Шөбересі. Хаттабтың несі? Омар ибн Хаттабтың шөбересі болып келеді. Міне сол 5-ші халифа деп айтылады тарихта. Сол Омар ибн Абдул-Азизді радиаллаху анху сол күшті қауымнан болайын деп әрекет жасады. Алла Тағала ол кісіге берді. Шынымен сол басшылығы елге хайыр болды. Бүткіл халық, ел өте тыныштық заманға жетті. Бүткіл елде ешқандай опасыздық болған емес. Осы отырған әрқайсымыз жаңа айтылғандай, спорт жағынан да мықты болайық, білім жағынан да мықты болайық. Тек қана мынаны нете берместе, мынаны да көрсету керек. Дұрыс тренажерлық залға да барыңыз. Тренажерлық залға 1 мәрте барсаңыз, мешітке 2 мәрте барыңыз. Өйткені қазір бізге мынадан бір мынау маңызды болып тұр. Өткен дәрісте айтқан едік қой. Уақытындағы біздің аталарымыз уақытында білекпен, найзамен келген сол секталар қазір найзамен, білекпен келіп жатқан жоқ, олар идеологиямен келіп жатыр. Осы идеологияны біліп жүрміз керек, әрқайсымыз не болып жатыр жалпы. Кеше не айтты, алдыңғы олар не айтты, бәрін біліп, соны бір-біріміз жеткізіп жүретін болсақ, ол секталар бізден айналып басқа жаққа кетсін, келмеске кетсін.